Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің жаңа видео түсіретін боламын. Короче, достар, кішкене сасқалақтап тұрмын, потому что мен бүгін бір нәрсеге қатты қуанып едім, сондықтан білмеймін не айтарымды. Достар, мен бүгін өзіме доча табатын боламын. Орыс болсын, қазақ болсын, бірақ мен орысша қатты жазып сөйтіп білмеймін әрине. Давайте сондықтан. Бүгін мен скинімді қатты ауыстырғым келбеді. Менің скинім өзіме мүлдем үйлеспейді. Жарайды, бүгін біз черный боламыз ба, старики? Білмеймін, бүгін қара түсте болғым келе ма, ақ түсте болғым келе ма, білмей деп отырмын. Ладно, дәл осылай киіне салайық, тек шашымызды өзгертеміз. Сумка дегендерді аламыз ба, алмаймыз ба білмеймін. Оны көре жатармыз. Сіздерден бірдеңе сұрайыншы, өтініш. Менің каналыма лайк басып қолдап кетіңіздерші. Менің лайк басып ешкімде қолдамай жатыр. Бірақ менің көптеген оқырмандарым жиналған болатын. Мына көріп отқан сіз де осы видеоға түскіңіз келіп атақты бола аласыз. Сондықтан менің Карл 2014 ба 68 деген ба бір бәле, короче, сондай каналыма кіріңіз. Бүгін бізде күнішке орай қар жауып жетті. Неге? Жарайды. Бізде жаңа осындай нелер орнатылған болатын, мынандай әртүрлі заттар орнатылды. Давайте біз өзіміздің самокатымызға отырып доча табайық. Давайте жазайық. Және менің қасында өзімнің інім, ол кішкене қатырып ойнап отыр. Оған мән бермей қойыңыздар әрине. Енді қанша мен дегенде бала ғой, уже кетіп бара жатыр. Жарайды, біздегі қар кетті. Мен алдыңғы видео дегенде осы 1 сағат бұрын салғам бір видео. Және мен көп оқырман болғанда күшті оқиға түсірер едім. Сондықтан бармыша қолап кетекші өтінем. Бүгін мен жарайды үй таңдаймыз. Андай адамдар көп үй таңдайықшы. Міне мияққа барайық. Ойбай, мияқта не болып жатыр? Бұл маған не ұнамайды. Давайте басқа үйге барамыз. Бұл уже бара берейік. Вот мияқта өте көп кенелер. Осындай мен үйлердің көп жерде тұрғанын атам. Достар, бізге мүлдем доч табылмай жатыр. Хауыстың бірдеңесі боламыз ба білмеймін әрине, бірақ мен бір қазір бір семья құрғым келіп отыр. Давайте семья құрамыз. Кто нужно мама деп жаздық, білмеймін кім жауап беретін. Давайте, достар, бос жүргенше бірдеңе ойлайық. Бұң басқам. Менде бір идея бар мысалы. Есігімізді құлтайық. Мен оказывается машина алуды ұмытып кетіппін. Достар, мен өзімнің жұмысыма бара жатырмын. Менің жұмысым қандай? Ол әрине сонақта бір қыз тұр екен, танысуғайын ба деуін тоқтамай қалды. Продуктыда жұмыс жасаймын мен күнде. Бірақ қазір кеш бара жатыр. Мен дым киім ауыстырмаймын. Кішкене сағаттан кейін ораламыз. Жұмысым өте керемет болды ғой. Жарайды, тезірек кетейін. Ол жасыл жанды кете берейін. Үйіме скоро жұмысымды ауыстыру керек. Мына магазинде жалпы табысым аз ғой. Үйіме де келіп жеттім.
Так, тезірек гараж жасап тастайын. Гаражды жауып тастайын. И потом кіре берейін. Есік қылтаулы. Ой. Яқта зарядканың суреті шығып жатса, бизабит. Міне яқта. Өзімді бір көрсеткім келіп тұр, бірақ мен қазір наушникпен атқан жоқпын. Микрофоным да жоқ қасымда айтам. Ішін қарап шығайық. Вот, іші нормально. Ой, бір есікті тоқылдатып жатыр ғой. Қазір барып келейін. Я, рахмет, сау болыңыз. Достар, жаңа жақта бір келді, мен түсіріп үлгермеппін. Ой, кешірім сұраймын. Түсіріп башым үлгермеппін. Кешірім. Бір какой-то қыз хабарласты. Мен оны алмадым, әрине. Сөйтіп, есікті біреу кірді маған билет беріп кетті бір. Сосын мен оны ішін ашып қарасам, тұста не айтам? Маған жұмыс тауып қойған ғой. Айтам сіздерге, қандай жұмыс екен? Мен больницаға жұмысқа тұрдым. Және білмеймін, өздеріңіз білесіздер қандай жұмыс екен. Мен прям таңғалып қалдым ғой, достар. Жарайды, түнде тіпті сағат 11 болыпты, ұйықтайық. Таңертең жұмысқа баруымыз керек. Ұйықтаймыз. Пока-пока. Ой. Так, камераны қарап жіберейін. Ешкім жоқ па? Ұры түсетінетінде. Ей, мен комнатам ғой. Күч. Достар, мына кім қойып кеткен? Шынды ма мынау? Кім қойған, достар? Ішіне не бар? Қаз көрейін. Марғау шықты, достар, түсінбедім. Ұстап қойын. Кешірім сұраймын, мына жерде мен точно салмайтын шығармын, бірақ кім қойды? Ұрыларыма кіріп. Бірақ кім екен дұрыс түсінбедім, әлде өзім қойылып кетті ма? Достар, айбетпеңіздер, достар, түсінбей отырмын өзім. Сонда мен камераны қарап отқанда біреу қойып кеткен ма? Не істеген сонда? Таң атты ма өзі? Жоқ, таң атпады. Достар, не болып кетті өзі? Достар, мен жаңа даланы қарасам, біреу жүрді. Білмеймін, бір кедей ана. Ой, не болды? Вау, күнде түсіп келе жатыр. Мен сағат 7-де шақырды, тезірек бару керек маған. Жұмысқа. Машинам қайда? Тезірек. Мына ішінде бала жатыр ғой, несі? Сол балаға қарап қалған менің жоқ. Ашыл, бол. Жұмысқа кешіп қалдым. Ей, тезірек. Жабылды сен. Тезірек маған жұмысқа бару керек. Мыналар. Ей, газым бітіп қалды ма? Не деген? Жарайды, кете берейінші, газым бітпепті ғой. Не мұжыңдап отырсың, қызына? Ей, бір жерден дауыс шығып жатыр. Қай жерден? Ана жерден бір дауыс шығып жатыр ғой. Ой, аяғым. Мына жер, достар, сіздер Бурхавиннен андай жерді көргенсіздер ма? Не? Достар, не қорқынышты ғой? Немене бәле? Күдіксіз жерден сценарий бойынша бұл болмаған. Аяқта мен бір дауыс естідім. Мынандай болған. Не?
Мама, үстімді тітіркеніп жатыр. Ойбай, мамасы. Мынаны басса не болады? Бассаң бір звук шығады, не достар? Ладно, білмейді екенмін. Бірақ не зат? Түсінбедім. Достарсын, мындай жер көріп пе едіңіздер? Ей, жарайды, уақытта болыпты. Мен үйге қайтайын. Машинамды бір қағып кеткен, қараш. Ей, ана кім? Біреу менің үйімнің алдына барып кетіп қалды ғой. Көтші, мен машинамды қарай жіберейінші. Қызым, мен сені алып кетемін. Шынымды айтамын, алып кетемін. Алып кетемін. Сені ертең өскен соң өзім тартып аламын. Кішкене жағдайым жасалсыншы, өтінем қызым. Алып кетемін, өте беремін. Қызым, ай, мен сені алып кетемін. Тезірек кетейінші бұл жерден. Ана қыз көріп қойды ол мені. Ой, ана қыз мені көріп қойды ма? Әлі артынан не жүрма? Тух, қаштым. Мен де осындай сәулемейде тұрсам ғой. Неге маған күліп жатырсыңдар? Күлмеңдерші. Жаңа мен біреуді көрдім бе? Әлде маған елестеді ме? Жарайды. Не? Кім бала тастап кеткен маған? Түсінбедім. Бұны кім тастады екен? Қарап жіберейінші. Бұны жақты ешкім тастамапты. Ой, бедняжка такая. Жарайды, үйге кіргізейін. Өте сұлу қыз. Осы жақта жата тұрсын. Бірақ бұның атын кім деп қоям? Оның әкесі кім? Жарайды, жалғыз басты ана болсам ештеңем кетпейді ғой. Алло, сәлематсыз ба? Маған бір диван және стульчик, манеж керек. Қазір алып келесіз бе? Қазір күтіп алам. Тезірек алып келеміз. О, міне, құрылыпты ғой. Ой, қандай сүйкімді. Манеж қойдық өзіне де. Бұл деген бала ма? Анасым, тамақ берші. Жарайды, жүр ұлым, тамақ беремін. Дима ұлым, тамағыңды берейін бе? Балам, жей ғой. Қазір садигіңе кеш қап қоясың. Жеп болдым, анашым. Сау болыңыз, анашым. Сау бол, балам. Бара ғой садигіңе. Бұл кім? Ол менің балам. Баршаңызға сау болыңыздар. Балалық шақ, осы киномызды 2-ші жасын көріп кетіңіздер.